Уа әміршім, сізге анаңыз ана хатун келіп тұр. Аманбысың, балам. Мышана анашым. Өркенің өссін, балам. Ойыңды бөліп, мазаламай-ақ қояр едім, балам. Бірақ мені де мазалап жүрген ойлар бар. Шор сәулетінің ең құрметті де сыйлы адамысыз. Ал мен жарты әлемді жаулап алар сіздің батыр ұлыңызбын. Менің әскери қонысыма не айдап әкелді? Айтыңыз, апа. Соғыста жеңістің бәрі оңай келмесі бәріне аян. Қаншама жесір зар жылап, қаншама жетім зар илеп, қаншама мен сияқты аналар балаларынан айырылды. Сенен айырылсам, көкірегім қарсы айырылып, қайғыдан құса боп өлермін. Жетер, балам. Тоқтатарсың мына қанды қырғынды. Бейбіт өмір сүріп, немерелерімді бағып, қағып, бақытты ғұмыр кешерміз, балам. Түсінші, балам. Бұл не дегеніңіз, анашым? Айым оңынан туып, жеңіс туы желбіреп тұрғанда мен оны қалай түсірмекпін? Қазақ, қасқыр халық. Жаралы қасқырды өлтірмесең, ертең өзіңе шабар. Не олар, не біз? Балам, тыңдашы мені. Олардың құдайларының кітабында айтылған 3 түрлі қарғыс бар. Бірінші, зәбір көрген адамдардың қарғысы. Екінші, жылаған жетімдердің қарғысы. Үшінші, аналардың қарғысы. Ал сенің әрбір жемісің осы қарғыстардан тұрады. Естіп жатырмын. Қазақтардың аналары бізді тұқымың құрғырлар деп қарғайды екен. Мен осы қарғыстардан қорқам. Түсінесің бе? Түсінші, балам. Қатындардың қарғысынан қорқып, бұғып отыра жайым жоқ. Алған бетіңнен қайтпайтын қайсар мінезің, әкеңе тартқан деп мақтаушы едіңіз. Ендігі айтып отырғаныңыз не? Жоқ, анашым. Қайта мен оларды түп тұқиянымен бірге қырам, жер бетінен жоқ қылам. Мына ен далаға емін еркін біз иелік етеміз. Солайды төлеш. Солай, нағашеке. Ал нағаша, көрсеткен көңіліңізге разымыз. 2 күн жата жасана қонақ болдық. Енді біз жолға шығайық. Бізге рұқсат беріңіз. Рұқсат Алладан. Хабар алмағалы біраз болып еді. Сендердің амандықтарыңды біліп, көңілім бір марқайып қалды. Елдеріңе аман есен жетіңдер. Жетуін жетеміз ау. Бірақ әлгіндегідей көлденен көк аттылар жолымызды бөгемесе. Жоңғарларды жорыққа аттанды деген сыбыс естімедік. Олар барлаушы болуы мүмкін. Иә. Әйтсе де, ит қалмақтың ішінде не барын кім біліпті? Иә. Байеке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бейуақта мазаласақ айыпқа бұйырмаңыз. Дау айтып уәжбен келдім. Жүгініп келсең айта қой. Байеке, бүгін жаңғақты базарын аралап жүріп, мына жігіттің қолынан кісенімді көріп қалдым. Өткен жолы қолды болған. Сол жерде ұстап алып, міне алдыңызға алып келдім. Айтып отырғаны рас па? Рас па еке? Болмашы кісенге бола. Миымды жеп ызыңдап қоймайды. Тез арада айыбын шығарыңызшы. Не тәйірі? Кісеннің құны ары кетсе бір тоқты тұратын шығар. Тездетіп құтылайын.
Қарағым төле. Мыналарды сенің алдыңа Құдайдың өзі айдап әкелген шығар. Шет жағасын елден естіп жүрмін. Тек төрелігін айтшы. Бұл ұсақ түйек емес. Кісен атты сақтайды. Ат ерді сақтайды. Ер елді сақтайды. Сондықтан кісеннің айыбына 1,9 айыппұл төлеу керек. Әп бәрекелді. Ұрлықтың үлкен кішісі жоқ. Сұғанақ қолды тыю керек. Сондықтан төленің кесімін дұрыс деп санайым. Бәрекелді. Міне төрелік. Саған Алланың нұры жаусын айналайын. Үйдің жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы нағашыдан деушеді. Байеке, жиеніңіз әділ екен. Жарайсың. Жақсы ендеше. Аманбысың жеңеше? Әлгі қонақ жігітмісің? Қонақпын де. Кел, ас пісіп қалды. Жеңеше, ізетіңізге құрық бойламас. Кеш батқанша ауылға жетуім керек. Жеңге, сізге деген сыйымды қабыл алыңыз. Осындағы көлде жүзген жасақ қуға. Жас қыраның көзі түскен екен. Біздікі жүздестіру ғой. Соған себепші болайық, жеңеше. Ас пісіп қалды, үйге кір. Ниетіңізге дәм тұзыңыз қалғыз. Жол болсын айналайын. Ерке қыз, бер кел. Мына білесікті қараш. Өткен жолы өзің көрген екі жігіттің біреуі сені көргісі келеді екен. Мында кетті. Әнеп кел. Жүрегім дүрсілдеп, бір түрлі қобалжып тұрғаны. Қызда болса үмітің, батылдау бол жігітім. Мен өремде тұрдым. Ар жағы өзіңе сын. Абдырап жүріп ақ қуыңнан айырылып қалма. Әне, қыздар да көрінді. Жолың болсын, қыраным. Әнеп кел, сен ше, жүрмейсің бе? Жоқ, мен сені осында тосайын. Жарайды. Чө, жануар. Қыздар, алыстан біреу келе жатыр. Мына жігіттің екпіні қатты ғой, бізді қағып кетер ме екен? Армысыздар, арулар. Бар болыңыз. Я жігітім кімсің? Арны қаттасаудай, аптығыңды басып, есіміңді айт. Есімім Төле. Жан селіненмін. Кім? Төле дейді? Төле? Жаныс көп пе, қамыс көп пе дегенде естуші едік. Қамыстай көп болсаң, қарақан басың неге жалғыз жүрсің? Қыздар, қойыңдар енді. Есімі елге таныс Төле болса, бізге де бір-екі сөз арнай жүріңіз. Айта жүрейік. Айтсам айтайын. Шешек атпай тұрғанда гүл сұлуы білінбес. Сырын ашпай тұрғанда қыз сұлуы білінбес. Қызға алдынан қарап, ажарын байқайсың. Сыртынан қарап, сымбатын байқайсың. Көзіне қарап, көңілін байқайсың. Жігіттің арманына қарап, ниетін ұқ. Ниетіне қарап, қасиетін ұқ. Ұрын келген жігіттің ниетін ұққан боларсыздар. Ұқтық. Келбетті екен өзі.
Айғаным, аққусыз көл жетім, айтылмаған сөз жетім. Ниетімді білдірейін деп, қайтар жолда арнайы соқтым өзіңе. Менің атымды біліп алыпсыз. Қыз көрген жігіттің өз айласы бар емес пе? Айтпағыңыз не сөз еді? Сені бір көргеннен сезімге беріліп, сергелденге түскендей сыңайым бар. Сезім шіркін алдамшы болса не етпейіксіз. Бір көргеннен олай айту қате болар. Жоқ, мен оған келіспеймін. Меніңше жүрек лүпілі алдамайды. Ал сенімсіз сезім ұзаққа бармас. Оны уақыт көрсетер. Мүмкін бұл тағдыр шығар. Сен қалай ойлайсың Айғаным? Ауылдан ұсап кетті. Мен іздеп жатқан болар. Сау болыңыз. Амандықта көріскенше. Айғаным. Ассалаумағалейкум жарандар. Бұлар да тыныш жүрмейді ғой. Соны айтайын. Бұл түлкіні күзден бері інен қорып бағып жүрдім. Керісінің түлегенін күттім. Міне, арқа жүні әлі түлеп жатыр. Ал мына жігіт, осы түлкіні атып алып, менің алдымды орағытып кетті. Ей, қайта деген бұлда. Мүмкін бүкіл даланың тағысына ен салып қойған боларсың, а? Айпырмай, қарашы. Бір айтса төлебей айтады. Мен бұл түлкіні қуалап жүріп өз қолыммен атып алғам. Маған не дейсің? Қандай билік айтсаң да, шарам жоқ, көнемін. Кесімін өзің айта қой, төле. Айта қой енді. Қазір бір шақырып айта қой. Меніңше, түлкі арлан болса атқандікі. Ұрғашы болса, інін қорғандікі. Түке. Түсінбедім. Бұл қалай? Түлкінің арланы түс сақтайды. Ұрғашысы ін сақтайды. Сондықтан аңдыған кісінің еңбегі бар. Қане, көріңіздер. Көрейік. Ұрғашы болды қалайық. Қабат деген ай. Тауып кеттің. Төлежан, сыртыңнан көп есуші едім. Даналығыңа көзім жетті. Алланың нұры жаусын өзіңе. Аумин. Қарағым, көш соңына.
Көп жақсы. Неге тоқтап қалдыңдар, жігіттер? Жалғастырыңдар. Қане. Тоқта. Тырыстаймыз. Қап. Атқа мінеміз. Елік. Әкел, садақты әкел. Ат ұста. Жебе. Тиді. Тиді. Кет. Чу. Ұста. О, дәл тамақтан деген екен. Шамы бар. Әргет. Кім атты? Мен аттым. Бұл елікті біз қуып келетінбіз. Неге аттыңдар? Түз тағысы баршамызға ортақ емес пе? Алдымыздан шыққан соң, қанды басын бері тарт деп аттықталдық. Біз бұл елікті тірістаймыз деп келе жатқанбыз. Тірі? А? Оны қайтпексің? Ол жағында шаруаң болмасын. Жарайды. Біздің таласымыз жоқ. Осындай ару сұрап тұрғанда, біздің сауғамыз болсын, ала қойыңдар. Біз өз олжамызды алып тұрмыз. Алыңдар, жігіттер. Пақ шіркін. Бір елікті олжаладық па десек, екінші еліктің өзі келгенін қараш. Жарайды. Мына елік сіздерге, ал мына елік бізбен қалсын. Ей, сен не деп тұрсың? Тоқтаңдар. Өзім шық жекпе-жекке. Мүмкіншіліктерді құрармыз, а? Әнептен доғар. Арында сайып етпеңіз. Ағаттық бізден. Кешірім сұраймыз. Жарасбайдың тентек қызы бар деуші еді. Мынауың тентектен де жаман ғой. Олай деме. Қандай әдемі қыз. Не дейсің? Сенің ілмиген қара қызыңнан тәуір деймін. Ай, сен де. Кел, қызым, отыра қой. Торғынжан, сен мені дұрыс түсін. Сен енді бой жеттің, кішкентай бала емессің. Мына жұрттың аузынан қалай қақпақ боламыз? Ауылда өсек сөзге жақын әйелдер бар. Біреуге қара күйе жағасылу оңай. Ал оны кетіру қиын. Анаң марқұм тірі болғанында, бәлкім артыңнан сөз ерткізбес беді. Анашым! Анашым! Нейсің, ней? Енді сен
Менің құлақ кесті қолым боласың. Әке! Қызым. Биғайша, қарама қызым. Биғайша. Қызым, жылама. Біз әлі ораламыз. Бәрі жақсы болады. Қызым, сол бір қаралы күннен соң сен тілден де айырылдың. Бұл да бір Құдайдың жазғаны болар. Қысқасы, сені Қосай батырдың қосына қайта-қайта барғыштап жүр дейді. Рас па? Қызым. Міне бауырым. Алла разы болсын. Сізге де разы болсын. Ассалаумағалейкум. Оғалейкум ассалам. Расында төлемісің? Иә. Сені де көретін күн бар екен ғой. Көрмегелі көп бапты. Амансың ба бауырым? Аманбыз жеке. Жалғас аға. Сізге бір өтінішпен келіп тұрмын. Айтып көр. Сіздің қолыңыздан шыққанын қалап отырмын. Маған күміс алқа соғып бересіз бе? Түсіндім. Біреуге антықпын десеңші. Иә, солай десе де болады. Міне, мендегі бар күміс осы. Жетер ме екен бұл? Бәрекелді. Күміс таза екен. Еш уайымдама. Жетпесе жеткіземіз. Жәке, ер жігіттің мойнында қыл арқан шірімейді. Еңбек ақыңызды келесі бір келген кезде тастап кетермін. Әй, төле, ондайыңды қой. Сенің бір әжетіңе жарамасам неге жүрмін? Тіпті осы өңірде ешкімде болмаған алқан жасаймын. Алла разы болсын сізге, жеке. Оқаш жоқ. Сені осындай сергелденге салып жүрген қай өңірдің қызы? Шолдақтың. Өй, онда күйеу бола бопсың ғой. Әлі саған қарындасымды бергеніммен қоймай, алқа салып беретін боппын ғой. Ісің оңды болсын. Жақсы. Жақсы. Әне, тұр орныңнан. Ал қылышты. Ал дедім саған.
шабуылда. Сайыс өнерін үйренгің келсе, күнде таңертең осында бол. Уа Төлеби, тұлпар менікі. Өзіңнен әділ шешім іздеп келдім. Дауымды шешіп бер. Барымташы, Жангелдібайға тұлпарларды апарып бергеніңді мойындайсың ғой. Бұл не деген масқара? Не деген масқара бұл? Алдыма келген олжаны алғанда тұрған не бар? Шариғаттың өзі солай демей ме? Оны аттаған жерім болса, айтқаны. Құдайға шүкір, тұлпардан кем демеспін. Арыстың бойын жайлап жатқан менің малым. Біреуге қараған күнім жоқ. Менің кесімім мынау. Барымташы, сәйгүлікті ұрлаған айыбың үшін ат иесінің есігінің алдында күзге дейін қызмет етесің. Шешімім осы. Жөнге келек сол. Шешіңдер қолын. Жангелдібай, жарлыға қазанат біткен бе? Оны жақсы білесіз. Соны біле тұра, бұра тартпаңыз. Ұрлықы малдың ізін суытқаныңыз үшін үйір жолға айыппұл төлейсіз. Ұрлықты жасырған адам да ұры деп шариғатта анық жазылған. Солай емес пе, жамағат? Дұрыс айта. Шариғатта солай дейді. Әділ шешім. Өй, бейсімақ. Алла разы болсын қарағым. Әділ шешім айтты. Уа халқым, Төлебиге разымын. Дұрыс болды, дұрыс. Ақсақал шешімге разымысыз? Алла разы болсын. Өткен талай ғасырлардан небір жайсаң асылдардан ой саманай. Олағатты өнегелі ғибрат қалған көнедегі ой саманай. Төртеу түгел болса егер келер рызық төбедегі ой